Merhabalar arkadaşlar. Şu anda size bir sultan kılıcı tanıtacağız. Сәлеметсіздер ме достар? Қазір сіздерге бір сұлтанның қылышын таныстыратын боламын. Бұның ерекшелігі неде дейсіздер ғой? Жер жүзінде атағы қалған, білек күшімен, жүрек жігерімен, үлкен соғыстарда өшпес із қалдырған. Өз өмірден өтсе де тарихқа алтын әріптермен атын жазып қалдырған. Ол кісі Қасым хан. Қасым ханның кім болғанын сіздер жақсы білерсіздер. Қазақ бауырларымыздың мәдениетінде ерекше орны бар. Түрік мәдениетінде алар орны бар хан. Біздер үшін де өте маңызды тұлға болып табылады. Бұл туынды кімдікі? Бұл Қасым ханға тиесілі. Ұзындығында 105 сантиметр Дамаск, Сирия болатынан жасалған. Қылыштың ені 3,5 сантиметр. Сабы мүйістің кәркидок мүйізінен жасалған. Сабына мүйізден жасалған айрықша көңіл бөлсек. Ерекше нақышпен өрнектелген жазу іздері бар. Алтын мен күміс жазулары қылыштың өте ертеде жасалуына, әрі тарихи болуына байланысты аз жерінде сақталған. Қыны қашыр терісінен жасалған. Жасына байланысты арада терінен тозған жерлері байқалады. Қынының үстінде де алтын мен темір аралас безендірілгенін көріп тұрмыз. Мынау шығында соңғы бөлігі судан қорғау бөлігі, жоғарғы судан қорғау бөлігі, орта бөлігі белбеу тағатын орын, төменгі судан қорғау бөлігі болып бөлінеді. Бұл бөліктері Дамаск болаты емес, темір үстіне алтынмен әрленген. Бұл қылыштың атап айтар ерекшелігі бойының ұзындығында және қылыш жүзіндегі жазуда, яғни бұлыт реңді ерекше Дамаск болатынан жасалған. Үстінде өте керемет жазу бар. Жазу толығымен курфи арабша төте жазу әріптермен жазылған. Мекен жаймен 915 жыл мерзімі хижри жыл санаты бойынша көрсетілген. Жазуды оқып қарасақ, әбу немесе абу деп бастауға болатын бір жазу. Қараңыз, араб әліпбиі, түрік Осман әліпбиі және Селчук әліпбилерінде айтылу және жазу ерекшеліктері бар. Бұны жақсы айыра білу керек. Мен бұл сала маманы емеспін. Соғыс құралдары маманымын. Менің айтқым келгені, мына жерде әбу немесе абу екенін жақсы ажырата білу қажет. Және бин сөзде өте маңызды. Неге десеңіз, Осман түрікшесінде және жалпы ислам сөздігінде мынадай сөз бар. Мысалыға, Ахметтің ұлы бин Мехмет десек, арадағы сол бин біздің қолданыстағы немесе тіпті сөз мағынасын толық түсіндіру мақсатында мынаны айтқым келеді. Бұл жерде мына заде сөзі бар. Мысалы, Камал заде Мехмет. Бұл сөз кейініректен, яғни 17 ғасырдан кейін өзгеріске түскен. Ескі шаққа қайтар болсақ, сол замандағы жазу тәсілінде Әбу Саид бин Қасым хан деп жазылған. Бұл жерде ерекше нақышталған жазулар бар. Кейбіреулер оны оқуға тырысқанымен өз каллиграфиясына салып көрмеген. Өздерінше түсініп оқып көрсе де, оның шешімін табар емес. Бұл жерде менің бүгінге дейінгі зерттеулерімде кездескен жер бетінде жалғыз осы қылышқа өрнектелген жазу тәсілі бар. Biz bunu anlatmayız kolay kolay. Ya burada menfi duygularla hareket etmiyoruz. Burada bakın. Қараңыз, Әбу Саид бин Қасым хан жазылып тұр. Бин сөз Қасым хан Әбу Саид ұлы, яғни Жәнібек ұлы екенін түсіндіріп тұр. Және қайталап айтайын, бұл қылыштың ерекшелігі оның үстіне жазылған жазуларды иесі, уақыты мен мекені көрсетілуінде. Және айтатын болсақ, Осман империясының салт дәстүрінде сұлтандарға осындай ғажайып туындылар сыйлаған. Кейбір дерек көздерде бұл Осман империясы қылышы деп келуі мүмкін. Дұрысы былай. Султан Фатих Мехмет хан және Султан Мурат ханның сыйлыққа берген қылыштарында Осман түрікшесінде жазылған болатын. Сол арқылы империяның қуаттылығының жоғарғы дәрежесін көрсеткісі келген. Бұл қылышта да жазулар мен жазба тәсілдері ұқсас болып келеді. Темірге жазу технологиясы, гравировка мынандай. Анықтап қарасақ, қылыштың үстіндегі алтын әшекейлер мен өрнектер және сабының бас бөлігіндегі қылыш қалқанының болмауы соғыс жағдайына немесе уақыт тапшылығына байланысты жасалмаған болса керек. Қылыш қалқанының орны ашық болуы, тіпті кезінде жұқа темірмен қысып қатырылған секілді. Бұл қолөнер туындысы бізге Лондоннан, Ұлыбритания жеткізілген. Сабындағы алтынмен әрленген тұстар жақсы сақталған. Кезінде тіпті мына жазудың ішіне де алтын құйылған екен.
Rolyef veyahut da gravür tarzı işlerde Bunday qol өнер туындысында рельефтік жазу тіпті гравировка жазу тәсілінде жазу ішіне алтын қолданады. Қазір арасында аз бөлігінде алтын қалыпты. Сонымен бұл қылыш ұзындығы 105 сантиметр Дамас болатынан жасалған Қасым ханның өз қылышы болып табылады. Менің бойым 1 метр 90 сантиметр. Қарасаңыз, бұл қылыш менен де ірі, ұзын бойлы адамға есептеліп жасалған аңғаруға болады. Сол себептен де бұл қылыш Қасым ханның жеке өсіне тиесілі қылыш екеніне көз жеткіземіз. Бұл шындықты біз баршаға сенімді түрде жариялап айта аламыз, достар. Бұл қылыштың ұзындығы 105 сантиметр, және ол Қасым ханға тиесілі. Дәлел ретінде үстіне жазылған Әбу Саид бин Қасым хандығы екеніне өз жазу дәлел. Сабы мүйіз тұмсық каркидон мүйізінен жасалған. Қылыш қылқаны жоқ. Және ең маңыздысы, сапасы жоғары болуына байланысты ешқандай татбасу, коррозия белгілері жоқ. Еш бүлінбеген. Дәл қазірде жаңа жасалғандай сақталып тұр. Şu an olduğu gibi de duruyordur. Атыраулық археологтар қазақтың көрнекті ханы тарихи тұлға Қасым ханның жерленген орнын анықтады. Ұлы Жібек жолындағы кіндік қала атанған сарайшықтың ең гүлденген тұсы Қасым хан есімімен байланысты. Ол кезде шаһарда 50 мыңнан астам халық тұрған. Былтыр атыраулық ғалымдар Санкт-Петербург қаласындағы архивтен сарайшық қаласының көне сызбасын тапты. Ресейлік зерттеуші ғалым Алексей Алексеев естелікпен қоса сызба қалдырған. Ол сызбада хан зиратын анық көрсетіпті. Светлоликий, подобный лучу солнца, наследник короны и престола Чингисхана, хан Ибн хан Дешты Кипчака Касым. Известный летописец Исмаил Табризи пишет, что так обращался Мухаммед Шайбани к великому казахскому военачальнику и реформатору. После распада империи Чингисхана Дешты Кипчак стали называть земли восточного Кипчака от Алтая до Каспия. Всю эту огромную, овеянную легендами веков территорию Касым объединил в состав казахского ханства. Касым хан сделался полным властелином во всем Дешти-Кипчаке, приобрел такую известность и могущество, каких еще никто не имел после Джучи-хана. Писал о нем Мирза Мухаммад Хайдар Дулати, автор знаменитого исторического труда «Тарихи Рашиди». Касым хан был четвертым после Кирея, Жанибека и Бурундыка казахским ханом. Сегодня в мавзолее Ходжа Ахмета Яссауи в Туркестане находится уникальный экспонат. Трон, воссозданный согласно найденному описанию трона Касым-хана в средневековом источнике Алам Арай-Шах Исмаил. Касым-хан, как свирепый див, восседал на Чингисхановом троне, сделанном из чистого золота. И 4 угла этого трона были сделаны в виде льва, леопарда, тигра и дракона. На голове у него была украшенная драгоценными камнями корона Чингисхана стоимостью в 70 тысяч туманов. Да, этот трон и его описание красноречиво описывают могущество и авторитет Касым-хана не только среди казахов. Укрепив границы своего государства и определив его внешнюю политику, Касым-хан принялся за внутренние государственные дела.